2017 жылдың 12 сәуір күні елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жариялады. Аталмыш бағдарламалық мақалаға бүгін 4 жыл толып отыр. Әрқайсымыздың қоғам өміріне қатысуымызға, тарихи-мәдени мұраны зерделеуге, халқымыз жинақтап отырған бай тәрбиелік әлеуеттің бейнеленуіне деген жаңа көзқарасты қалыптастыруға рухани жаңғыру бағдарламасы мүмкіндік берді. Рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асуына белсенді атсалысып жүрген тұлғалардың бағдарлама туралы өз ойларын және құттықтау сөздерін бірге тыңдайық. Құрметті әріптестер, журналистер, уважаемые однопартийцы, когда 4 года назад была запущена программа «Рухани жаңғыру», мне выпала большая честь возглавить региональный проектный офис. Сказать, что программная статья Елбасы вдохновила меня, это практически не сказать ничего. Она действительно прониклась во всех нас. Нурсултан Абишевич Назарбаев 4 года назад выпустил программную статью «Рухани жаңғыру». Помню, как с большим удовольствием вовлекся в работу и поучаствовал в первой акции, проводимой нашим офисом Нефтяным Тархазом. Я на своем примере оборудовал родной класс в родной своей школе, это класс музыки на первом этаже. Всего за 4 года в рамках Рухани жаңғыру по области было реализовано порядка 500 проектов, более 9 тысяч мероприятий разного уровня были проведены, и за этим стоит большая идеологическая работа, проводимая в нашей области. Модернизация общественного сознания стала важным связующим звеном политической и экономической реформы, проводимых на протяжении всех 30 лет нашей независимости и будет продолжаться в дальнейшем. Я уверен, что все больше казахстанцев, в особенности молодежь, будут включаться и продолжать эту идеологическую работу, чтобы сохранить и приумножить достигнутые результаты. Сәлеметсіздер ме, құрметті, қадірменді халқым. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласын оқып, осындай ой түйдім. Рухани жаңғыру жолы, болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы, ұлттық салт дәстүрлеріміз, ұлттық рухымыз, тіліміз, әдебиетімізді туралы ойлар осы мақалада көп қозғалған. Рухы биік азаматтар бар елдің іргесі мәңгілік мықты бекем болады. Адамның жүрегінде кіндік қаны тамған туған жеріне деген сүйіспеншілік, құрмет болмаса, жан дүниесімен отан деген ұлы ұғымға беріліп, адал қызмет көрсете алмайды. Бала тәрбиелеуде тағылымды, тарихымызды, дін мен дәстүрімізді оқып өссе, оның тәрбиесі жоғары, болашағы жарқын болып өседі. Егер дәстүріміз болмаса, халқымыз және ұрпақтарымыз қалай дамып, қалай өрістейді? Өзім рухты тәрбиелеп, оны нығайтуға аймақтарымыздағы өткізіліп жатқан классикалық әндері, дәстүрлі орындаушылардың республикалық фестивалдары, халықаралық ақындар айтысы қазаққа зор ықпалын тигізетіні сөзсіз деп ойлаймын. Сондықтан аймағымыздағы өтетін сайыстарға жиі қатысып жүрем. Қазақтың салт дәстүрі мен тарихымызға ерекше мән берем. Кіндік қаны тамған жеріңе, өскен аулыңа, туған жерге сүйіспеншілікпен қарау, отан үшін адал жұмыс жасау әр адамзаттың борышы деп ойлаймын. Биыл рухани жаңғыру бағдарламасы 4 жыл болып отыр. Бұл бағдарлама барлық елдің ұлтқа деген, тілге деген, ұлт сана сезімін көтеруге деген, біздің салт дәстүрімізді қайтадан жаңғыртуға деген құлшынысын оятты. Ол үлкен бағдарламалар, туған жер, латын әліпбиіне көшу, 100 жаңа есім, 100 кітап әлемдегі, одан бөлек қазақ елінің киелі жерлерінің географиясы жасалды. Ұлы даланың 7 қырлы бағдарламасы қабылданып, осы рухани жаңғыру бағдарламасының арқасында біз білмеген көптеген үлкен өзіміздің халықтың азаматтарын білдік. Үлкен жобалардың арқасында ауылдарға қанша көмек жасалды. Соның арқасында біз бағдарламада белгіленген ұлттық кодты сақтау бойынша шараларды
іске асыруға бәріміз атсалыстық. Ары қарай да бұл бағдарлама мен ойлаймын осы рухани жаңғырудың арқасында тек қана осында бағыттағы жасап жатқан мемлекеттік органдарда ғана емес, бүкіл ел болып қолдаса, біздің болмысымызды сақтап қалатын ең әуелгі шарт ол тіліміздің мәртебесі, сол қазақ тілінің мәртебесін көтеру арқылы рухани жаңғыруға қосқан үлесіміз сондай болсын дейміз. Рухани жаңғыруымыз ұзағынан болсын, мереке құтты болсын, рухани жаңғыру бағдарламасын ел болып қолдайық. Я очень рада приветствовать себя в лаборатории Павлодарский офис государственной программы Рухани Жангеру. Для меня всегда радость, когда приходят гости, а гости, которые еще и, можно сказать, родные, это вдвойне приятно. Я поздравляю программу 4-летия и желаю ей дальнейшего развития. Дело в том, что моя собственная лаборатория, Международная научно-исследовательская лаборатория УМАЙ, в которой вы находитесь, она как раз и была создана в рамках реализации программы Рухани Жангеру Павлодарским педагогическим университетом. Поэтому я и вас и обозвала родственниками. И с учетом того, какой работой занимается офис в области, с учетом того, насколько ваша работа видна, и это не комплимент по случаю, а вполне реальные вещи, потому что вы всегда на слуху, и поэтому я вам желаю дальнейшего развития, чтобы было финансирование на ваши проекты, потому что область яркая, область самобытная. Я за 2 года, которые живу в Павлодарской области, несмотря на пандемию, успела познакомиться. И считаю, что потенциал в области до конца не раскрыт, но это ваша задача. И в принципе наша совместная задача, я бы так сказала. Поэтому с праздником вас, пусть у вас все хорошо получится. І бажаю вам щирого здоров'я, радості, щастя, і хай вам щастить, як кажуть у нас в Україні. Кути балсух. В программе Рухани Жангеру вот уже 4 года, и я думаю, я уверен, что она стала одной из основополагающих за последние 20 лет. Именно эта программа нацеливает нас на то, чтобы модернизировать сознание. Только так мы сможем добиться конечного результата этой программы, конечной миссии – это вхождение в 30-ку самых развитых стран мира. Только добившись того, что наши граждане станут более конкурентоспособными, более прагматичными, будут сильнее культивировать знания, открывать шире сознание и понимать, что есть эволюционный путь, который гораздо лучше революционного, и что любовь к родине – это одно из основополагающих чувств самого настоящего патриота. И я уверен, что Рухани Жангеру должна продолжать свое шествие, и потому что она влияет на умы, она именно модернизирует, делает лучше наше мышление. Только так мы сможем не только повысить конкурентоспособность Казахстана, но и в целом повысить жизненный уровень наших граждан. Үлгі боларлықтай байқауларымыз, көптеген іс-шараларымыз көбейіп берсін демекпін. Инновациялық Еуразия университеті студенттері отансүйгіштік пен патриот сезімге бөленіп тәрбиеленуде. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Для нас этот день можно назвать профессиональным праздником, так как наш отдел непосредственно связан с продвижением программы Рухани Жангеру. Чтобы достичь того, что есть сегодня и сейчас, проделана колоссальная работа всем регионам. Аймағымызда бірқатар жемісті жобалар жүзеге асты. Тарихымызды танып, рухымызды оятуға бағытталған тетіктер де іске қосылды. Атқарылатын жұмыстар әлі алда. Баршамыз рухани жаңғыру бағдарламасын 4 жылдығымен құттықтаймыз. Әрбір бастамаларымыз сәтті болып, алға қойған мақсат міндеттеріміз орындала берсін.